Ассалаумағалейкум достар, сіздермен болған KZ арнасына қош келдіңіздер. Мен достар қайтадан ютубқа оралған болатынмын. Енді достар барынша активті көтеріп тастаймыз. Енді алдағы уақыттарда көптеген видеолар шығады деген үміттеміз. Ал біз видеомызды бастаймыз достар. Яғни мен бүгінгі видеода выживать еткім келіп тұр. Выживание жасаймыз, яғни ойында Майнкрафтта выживать ететін боламыз. Мен бұрынғы видеоларда кішкене бөлім түсіріп ютубтан кетіп қала беретінмін, себебі ол кезде кішкентай болатынмын, ақыл толыспаған бала болатынмын. Сол себептен ол кезде аса қатты жауапкершілік болған жоқ ютубқа. Сол себептен де қалай айтсам болады, толық видео түсірмеген болатынмын. Бірақ алдағы уақыттарда көптеген видеолар түседі деген үміттемін. Құдай бұйырса, тек достар выживание жанрында емес, жаңағы ауылдағы өмір көп қой. Майнкрафтқа түсірем десе шын ниетпен түсірем деген адам табады ғой. Енді выживать етуді жалғастырамыз. Енді ағашына алайық. Достар, айтпақшыдай бұрынғыдай активті көтеріп тіркеліп лайк басуды ұмытпаймыз достар. Мен сіздерге сенемін, яғни мен жастарға сенемін достар. Барынша лайкты пытырлатып бәрін аямай істесеңіздер тіпті жақсы болар еді. Солай енді ал біз выживаниемізді жалғастыра берейік. Мен достар айтпақшыдай выживание түсіргенде аса қатты көп сөйлемеймін. Енді қалай айтсам болады, айтатын ештеңке жоқ, сол себептен де көп сөйлей бермеймін. Қазір ол жерден біраз тас жинап алайын, потом видеоны жалғастыратын боламын. Достар, мен тас жинап өзіме инструменттер жасап алған болдым, яғни керекті заттар. Енді мына жерде кішкене ресурстар жинап алайық. Ресурстар жинап алайық та, потом әрі қарай өзіміздің выживаниемізді жалғастырайық. Енді достар, күніне бір видео шығады, 2 видео шығады, 3 видео шығады деп айтпай қояйын, себебі менде уақыт жоқ. Сабақ оқу керек, жұмыстар, тірліктер бар енді. Бірақ енді барынша көп видео түсіруге тырысатын боламын. Достар, енді бұл Майнкрафттың выживание болған соң выживанияның тақырыбы болуы керек. Мысалы, керемет Майнкрафт, немесе жаңа Майнкрафт, немесе қалай айтсам, қарапайым Майнкрафт, немесе тез Майнкрафт деп атаулар берсек болады. Соның ішінде мен қарапайым Майнкрафт деп бергім келеді, себебі бұл жерде ешқандай модсыз жасалатын болады барлық заттар. Айтпақшы достар, менде былай болып жүрмін. Қалай айтсам болады, былай үшін Майнкрафтта менде выживанияда не салам, қала салам, өзімнің қаламды тұрғызам, и потом өзімнің жерім болады. Және де ең басты маңызды заттарға келетін болсақ, мен достар алмаз фермасы, незерит фермасы барлығын жасай аламын. Барлықтарында тәжірибем бар. Енді көптеген жылдар ойнадым мен Майнкрафтты. Енді тәжірибем бар, сол себептен мен ферма арқылы тез дамитын боламыз. Бірақ енді ол қазір емес, оған көптеген ресурстар керек. Сол себептен үлкен шахта табуымыз қажет. Үлкен шахтадан алмаз, слизин, солардың заттары арқылы біз фермамызды жасай аламыз. Енді жалғастырайық видеомызды. Бізге қазір барынша көптеген тамақтар керек. Әйтпесе мен қарным ашып баратқан болатын. Шықтық. Мына тамақ бар екен, тіпті жақсы. Достар, айтпақшы, менде выживание ойнаған соң, мысалы, мында тәртіп болады. Мен мысалы шошқаның етін жемеймін. Ол шын өмірде де Майнкрафтта да мен үшін харам болып келеді. Негізі жалпы мұсылмандар үшін ол шын өмірде харам, ал Майнкрафтта да былай жемеймін. Солай енді. Мына жерде трасниктер алайын. Трасник көбі керек, себебі книга жасау керек, зачарование стөл жасау керек. Енді өздеріңіз де білетін шығарсыздар Майнкрафт ойнаған соң.
Достар, егерде мод қос десеңіздер, мод қоса аламын, бірақ аса көп мод емес, тек пайдалы модтар. Солай енді. Міне құм екен. Түсінікті, мен какой-то бір арал сияқты жерден шыққан сияқтымын, білуім бойынша. Бірақ бізге бәрібір. О, мияқта қой бар екен. Осылай тамақ жинап алайық. Мен де достарым дракон өлтірдім. Исучитель өлтіргеннен кейін сразу Майнкрафтқа кетпеймін. Басында айтып өткенімдей, менің мақсатым қала тұрғызу. Қала тұрғызам, керекті қаламды тұрғызам, содан кейін видео аяқталады. Тек осындай қарапайым выживаниемен тоқталып қалмайды. Спидран болады, хардкор болады. Бірақ ол қазір емес, алдағы уақыттарда көре жатармыз. Құдай бұйыртса. Менің ойымша осы біз тиімді жерден шыққан сияқтымыз, себебі асығат үлкен аралда емес. Енді кеттік. Шақтығадақ мен қарным ашып отыр. Мен достар кішкен қобалжып тұрмын. Бұрын видео түсірмеген адам сияқты тас қалақтап түсіріп жатырмын. Солай енді. Айтпақшыдай достар, мен выживанияға керекті модтарды келесі видеода арнайы бір бөлек шығаратын боламын, яғни модтардың атауларын. Бірақ егер қос десеңіздер, әрине. Модтар бар, әрине, талай мод бар выживанияға арналған. Бірақ олар бұл выживанияға қосылуы да мүмкін, қосылмауы да мүмкін, екі талай. Солай енді. Мен пеш жасамаппын әлі. Оп. И бір кішкене көмір керек бізге, көмір арқылы жарық шамын жасай аламыз. Айтпақшы достар, мен барынша қазақша сөйлеуге тырысамын. Солай енді. Маяқтан қазай берейік. Опа, тамақ алып алайын мен. Әрі қарай біз шақтымызды қазай берейік. Енді біраз қазған соң видеоны жалғастыратын боламын. Достар, мен мына жердің осындай шақты тапқан болатынмын. Міне бағаннан бері қазып келеді, осындай шақты таптым. Енді ішіне түсіп көрейік. Опа, алды мені қарсы алмаған қонақ күтіп алды. Ё-моё. Осы келетін амыт маған бұрғыш. Ё-моё, қаяқ мен ұрат кемпінсің. Қазір сазайыңды көретем. Опа. Ойбай, ё-моё. Что за фиг кетер? Ё-моё. Бар, ё-моё. Жақындаушы болмаңдар. Ёп-шымай. Өліп қалдым өкінішке орай. Опа. Қаш құрсын, қаш. Тура шақтың қасынан шықтым ғой. Кеттім. Мына мықты екен мына зомбилер. Көрейік енді. Дәлше түсіп. Мен кішкене өзіме жарық шамын жасап аламын ғой деймін. Себебі азақ қалыпты. Біз отыра саппын ғой, қолымда шит бар адам ұсып. Ё-моё. Соның кесірінен баяу қозғалып қалдым. Мамаяқты железі қазып алу керек еді. Ё-моё. Жоғалады. Тағы да отырып алым, ё-моё. Опа, шығып алайын өсектен. Кішкене железі қазып өзіме инструменттер жасап алайын. Сосын жандарымды көздерімді көрсетемін. Ё-моё, мен кішкене опасный екен, себебі үлкен шақты секілді. Көрейік ал. Мен ана жерде көмір көп екен. Тіпті жақсы бұл. Бірақ кішкене абайланбаса, мияқта моптар көп жүреді екен.
тез өзімізге инструменттер жасайық. Бұл қайнағанша мен ана жердегі рудаларды қазып алайын. Ё-моё, айтып келсеңдерші, келе жатырық деп, шай қойып қой деп. Ё-моё, тоқалар жан таптырмайды екенсіңдер, өздерің беттерін айтайын. Құдай қонақпын, құдай қонақ деп күтіп алмайсыңдар, жалмауыздар. Жарайды, оған мән бермейміз. Айтпашы, менде достар осындай скин бар, енді осы скинге бір аватар табу керек. Сол арқылы YouTube аккаунтының аватын өзгертемін. Достар, бізге алтын көп керек, себебі алтын арқылы біз алтын алма, алтын яблоко жасай аламыз. Ал алтын яблоко бізге әрине PvP кезінде, яғни дракондармен, ескүштермен соғысқа шыққанда қажет болады. Ал морковка келетін болса, яғни алтын сәбізге келетін болса, ол тойымды және де тиімді болып келеді. Бірақ бұл алтын жағынан кішкене қиындау болады, себебі алтын көп керек болады. Және яблоко соларға. Ё-моё, бірдеме келатқан болып кетті. Яғни керемет заттар менде көбейіп кетті. Бұл жерде маған щит керек. Потом меч. Осылар қажет. Опа, оп. И болды. Басқа ештеңке қажет емес маған қазірше. Алтындарды жинап алайық тез. И әрі қарай өзімнің шахтымды аралай беретін боламын. Алтынды алып алайын тезірек. Қарнымда шықты. Ё-моё, ударлар өте сұмдық. Бұл әрине қауіпті бізге. Ой, ё-моё. Қиындыққа соғып жатыр, себебі мен көп болды Майнкрафт ойнамағалы. Өйткені жаңа версияларда мындай, қалай айтсам болады, көптен рудалар шығыпты, мет шығыпты, мен білуімше. Мега жаңа деп айта алмаймын, 1.20-1.80 версиясы әрине. Жаңа версиялардың қатарына кіреді әрине, ол айдан анық. Бірақ алайда түп последний версия деп айта алмаймын, алайда. Айтпашы, жаңа айтып өттім ғой, мен әртүрлі фермалар жасайын деп. Бұл фермалар андай не емес, модпен емес. Бұл Майнкрафттың жаңағы баг деп айтсақ та болады, баг деп айтпасақ та болады, яғни механизм арқылы. Мынақа шығып алайын мен. Ё-моё, аңғайсыз. Просто аңғайсыз. Шахты емес сияқты, білуім бойынша әлде шахты ма? Енді оны уақыт көрсетеді. Оп. Тамақ жеп алайын бірінші. О, зомби. Бергел. Енді соғысқа шықсақ болады. Қанға қан, жанға жан. Мияқта не бар екен? Негізі, алмаз. Достар, мен алмаз таптым бірінші бөлімде. Бұл үлкен жетістік болып саналады. Қай, опа, 10-шы, 12-ші не? Блок. Тіпті жақсы. Бұл үлкен жетістік қой. Бірден алмаз табу, яғни бірінші бөлімде. Ё-моё, өте ыңғайлы. Өте керемет выживаниялардың бірі бұл. Мен ойлағым негізі, бірінші бөлімде алмаз тапсам тіпті жақсы болар еді деп. Бірақ алайда қалайсам болады, алмаз таптым ойдағыдай. Барлығы жақсы болып келе жатыр. Негізі 3 алмаз шыққанда кішкене жақсы болар еді, бірақ жоқтан бары жақсы. Яғни желе темірлерді қазып алайын, темір.
мықты өте көп темірлер. Бұл әрине қажет, бірақ уақытты көп алуда. Достар, үй сияқты сөйлеп жатырмын ба? Жасанды интеллект сияқты сөзін жаттап алған адам ұқсап. Тезірек темірлерді қазып алайын. Тағы алмас тапсам, ё-моё. О, жаратқан деп тұр. Ағылшындар сияқты сөйлейін де. Опана, үлкен шахта секілді менің білуімше. Себебі әлі басталуда. Опа, күтіп тұрыңыздар. Менде ағаш кішкене таусылуда. Кішкене ағаш жинап алу керек бағана өлгеннен кейін. Енді бұл бізге кедергі емес әрине, бірақ сонда да алу керек еді. Шақты ма ондай қыз? Әлі кішкентай бір шұңқыр ма? Тезірек арғы бетіне өтейік. Арғы бетінен бір кішкене пайдалы ресурстар шығар әрине. Пайдалы қазбалар. Мә, осымен аяқталды. Опана. Егер шахта осымен аяқталса, онда видеоны да аяқтауымыз қажет. Себебі видео тым ұзақ болып бара жатыр. Егер достар маңызды бөлімдерде әрине уақытта көп бөлемін. Алайда бұл бірінші бөлім болғандықтан бұл уақыт жеткілікті деген ойдамын. Мықты не бар екен? Бұл түсінікті. Шахтаның бастапқы беті әлде қалай? Опана. Мына шахта үлкен сияқты. Опана, бұл өте жақсы. Бұл шахта тым ұзақ. Бүгінгі бөлімде өте көп болып келеді. Онда достар, осымен видео аяқталды. Достар, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаймыз. Осымен видео аяқталды. Сау саламатта болыңыздар.